Ал, желаяқ достым. Сенің әңгімең біздің айтқандарымыздан әлде қайда қызық болу керек. Желдей жүйткіп, талай жерді аралаған боларсың. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деген бар емес пе? Я, айта бер желаяқ, құлағымыз сенді. Айтсам, мен осы ертегілер елінде дүниеге келіппін. Яғни, жергілікті тұрғынымын. Аты шулы Қаңбақшал менің нағашы атам болып келеді. Кішкентай кезімде мен сол нағашы атамның тәрбиесін көріп өсіппін. Сенің тұсауыңды мен кескенмін деп ылғи да айтып жүретін. Ол кісі аңға шыққанда мені өзімен ылғи да бірге алып жүретін. Анау-мынау қояндарыңды өзім-ақ ұстап беретінмін. Тұсауынды кесенде нағашың біраз әуреленген шығар. Иә, тұсаукесер тойларға барсам, нағашы атамның мені әңгіме ететіні бар. Ой, мынау қайда-дай? Әбден шаршатпауы. Осының тұсауын кеспeye қойсақ қайтадай? О, не дегенің шалау, кесу керек. Салт дәстүрімізді құрметтейік те. Тұсауы кесілсе, тәптен ұстатпай кетейін деп тұр ғой. Бізден алыстап қайда кетер дейсің, шал? Есімін желаяқ деп өзгертсек қалай қарайсың? Ая, келаяқ деген есімнен көрі желаяқ деген дұрыстау екен. Сонда сенің есімің обаста желаяқ болған ба? Солай болған. Мен туыла салысымен еңбектеп кеткен екенмін. Әрі-бері қолдаяққа тұрмаған соң, анам менің аяғыма жіп байлап келіге салып қояды екен. Осылайша бір жасқа келгенше келіге байланып өсіппін. Нағашы атаңа тартып кеткенсің ғой. Қаңбақшалды да кемпірі аяғынан байлап қойған емес пе? Ошап кетпесін деп. Тартса несі бар? Домбыраның жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы ағашыдан деген бар емес пе? Сөйтіп мен желаяқ бала атандым. Өзім қатарлы балалар менің шаңыма да ілесе алмайтын. Біз жарты жолдан жүгіреміз, ал сен сонау қырдың басынан жүгіресің. Көрейік, кім озады екен? Келістік! Кеттік! Енді қалай болады? Біз бәреге 20 қадам қалған жерден бастаймыз. Ал сен қырдың басынан. Айтқандарың болсын. Кеттік! Біз сенімен ойнамаймыз. Я, сенімен жарысу желмен жарысқан мен тең. О, балалар, ойнамаймыз қалай? Балалар, ал менде доп бар. Осылай болған. Әңгімеңнен байқағанмын. Футболда да жақсы ойнайды екенсің. Ал, ер қанаты ат жайында қандай оқиғаң бар? Иә, ат демекші, бәйгеге қатысқаным бар еді. Уа халаяқ, наурыз тойын ары қарай ат бәйгесімен жалғастырайық. Шабан достар, жарыс алаңына жиналсын. Әй бала, сенің атың қайда? Маған аттың қажеті жоқ, жаяу жарысамын.
Kap, analar ketalar emес. Желаяқшан, өзің болмасаң. Ай! Бәрекелді балам. Ата, рұқсат етсеңіз, мен де өмірден өз жолымды табайын. Мүмкін адамдарға менің белаяқтығымның пайдасы тиер. Аналардан да ұятты. Сен есейіпсің балам. Ертегілер елін шарлап, халыққа пайдам тисін десең, мен сені ұстап тұра алмаймын. Ертегілер елден өз орныңды табуға тілектеспін. Ай, жолың болсын балам. Міне, осылайша мен жаңа өмірге қадам бастым. Желаяқ деген есімім ертегілер еліне белгілі болып